Рамазан айының соңғы 10 күнде не істеуіміз керек? Бұл күндерді өткізіп алмауымыз керек. Өйткені Рамазан айының соңғы 10 түннің біреуінде Қадір түні. Яғни дұға тілектердің сөзсіз 100% қабыл болатын күні. Рамазан айының соңғы 10 күнде Қадір түніне түсу үшін осы 10 күн бойы осы мен айтқан амалдарды жасасаңыз 10 күн бойы иншалла Қадір түніне түсесіз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ассалаумағалейкум, алдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Міндетті түрде менің каналымның барлығына тіркеліп, лайк басып достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Алланың қалауымен Рамазан айына 10 күн қалды. Және де осы соңғы 10 күнде қандай амалдар жасаймыз? Ең бірінші амал, күніге 10 күн бойы садақа беру керек. Аз болса да. Қиналып жүрген, жесір аналарға, бала-шағасы көп, нанын таппай жүрген отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі отбасыларға кішкентай болса садақаны 10 күн бойы тоқтатпаңыз. Білесіз ба, Қадір түніне садақаңыз 100 теңге болса да түсіп қалса егер, енді 10 күн бойы сіз берген міндетті түрде Қадір түнінде түсесіз. Сонда сіздің бір берген садақаңыз Қадір түнінде 83 жыл бойы садақаны үзбей берген болып есептелесіз. Ал 83 жасқа дейін сіз өмір сүре аласыз ба, сүре алмайсыз ба? Аллаху алам. Сондықтан осы 10 күн бойы садақаны үзбеңіз. Иншалла Қадір түніне түсесіз. Садақаның пайдасы ол осы өмірде, қияметте де екенін ұмытпаңыздар. Екінші амал, бір ұйықтап тұрып, міндетті түрде 2 рәкат тахаджуд намазын оқып алыңыз. Ұйықтап тұру міндетті. Және де сол тахаджуд намазынан кейін әуелі Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат айтып барып дұға қыламыз. Үшінші амал, тахаджуд намазын оқып болғаннан кейін туғаннан бастап таңға дейінгі уақытты 3-ке бөліп алыңыз. Бірінші бөлігін намазға, яғни тахаджуд намазына әдемелеп, әсерлеп, білген сүрелеріңіздің барлығын фатихадан кейін қосып, одан кейін екінші бөлігін Құранға бөліңіз. Егер де Құранға түскен болсаңыз, Құран әріптерімен Құран оқыңыз. Ал егер де Құранға түспеген болсаңыз, мына сүрелерді оқып шығыңыз. Ясин сүресін, Мүлк сүресін, Уақиға сүрелерін оқып шығыңыз. Бұл кітаптарда транскрипция, қазақша мағынасы және араб тілінде жазылған. Яғни барлығымыз бұл Құранды оқи аламыз. Құранға түсіп үйреніп жүрген болсаңыз, Құранның әріптерін жазып, көркем жазып үйренсеңіз болады. Үшінші бөлігі, зікір етіңіз. Аллаға мақтау, мадақтау айтыңыз. Керемет мақтау, мадақтаудың бірі ол Алланың 99 көркем есімін әрқайсысына мән беріп, мағынасымен оқып шығыңыз. Одан кейін зікір айтыңыз. Және де әрбір осы құлшылықты жасаған кезде бір құлшылықты бітіресіз, тахаджуд намазын оқып бітірдіңіз, дұға қыласыз. Құран оқыдыңыз, сүрелерді оқып шықтыңыз, дұға қыласыз. Зікір еттіңіз, тағы да дұға қыласыз. Төртінші амал, истиғфар, салауат, зікірлерді көп айтыңыз, ерінбеңіз. Сізде 10 күн уақыт бар. Сондықтан жібере алмайық. Жылына бір-ақ мәрте келетін Қадір түнін өткізіп алмайық. Қай түніне түсетінімізді білмейміз, бір Алла білуші. Бірақ осы 10 күнде осы құлшылықтың барлығын жасап алайық. Қадір түніне міндетті түрде түсесіз ол кезде. Қандай зікірлерді айтсақ болады? Экранда жазып қойдым. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахи ил-азим. Тілге жеңіл, таразда ауыр болатын 2 сөз. 300 реттен айтып шығыңыз, ерінбей. Ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Алладан басқа күш құдірет жоқ. Аллахумма ғфирли вархамни ва афини вахдини варзуқни. Дәл осы зікірді айта берсеңіз, Аллах тағала біледі осы не керек екен. Соның барлығын береді, осы зікірді тоқтатпасаңыз. Осы дұғаны ұмытпайықшы. Барлығымызда әке-шеше бар, дұрыс па? Дәл осы дұғаны Қадір түнінде жасап қалайық. Раббана ғфирли вали валидайя валил муъминина яума яқумул хисаб. Алхамдулиллах 300 рет. Субханаллах 300 рет. Аллаху акбар 300 рет. Ла илаха иллаллах 300 рет. Ихбар астағфирлах ва атубу илайх 300 рет. Салауат Аллахумма солли аля сайидина Мұхаммад 300 рет. Барлығын сіздерге экранға жазып түсіндірдім. Дәптерге жазып алыңыздар, видеоны сақтап алыңыздар. 10 күн бойы осы амалдарды жасап шығыңыздар.